Қабанның жаралуы. Каналға тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Топан судан аман шығу үшін Нұх пайғамбар алып кеме соғады. Кемеге азық толтырып, жан-жануарды жұп-жұпмен кіргізеді. Алланың әмірі жетіп, 40 күн жауын жауады. Таудан сел ағып, жер бетін топан су басады. Тек Нұхтың кемесіне мінген тіршілік иелері аман қалады. Әйтсе де кемеші тар еді. Аңдар қажетін өтегенде кемеші бір күнге жетпей нәжіске толып кетеді. Иісі әлемді алып, жануарлар өз нәжісіне былғанып, ақырет көреді. Мұны көріп, Нұх шошып кетеді. Ол Құдайға жалынып, «Уа Тәңірім, енді не істемек керек?» деп сұрайды. Жаппар Хақ, «Пілдің арқасын сипа» деп әмір етеді. Нұх пілді сипағанда, оның ұзын мұрнынан кіп-кішкентай жәндік пайда болады. Ол заматта үлкейіп, қабанға айналады. Ол кемедегі нәжісті сүйсіне жеп тауысып қояды. Нұх оған риза болып, қабанның арқасын сипапты. Кеменің ішінде ібліс малғұн да бар еді. Ол да зып етіп қабанның жанына келеді де тұмсығынан сипайды. Сол сәтте ол арам аңға айналып кетіпті. Сайтанның қолы тигесін аузынан азу түс өсіп шығады. Сөйтіп, кеменің ішін нәжістен тазалау үшін Алланың бұйрығымен жаратылған қабан Нұх пайғамбардың кемесін апаттан құтқарған екен.